Біздің дініміз адамды азаптау арқылы, қинау арқылы тәрбиелейтін дін емес. Сондай бір майда шүйде мәселелермен дінді қинап жүреміз да, содан кейін адамдар діннен безіп кетеді. Адамның ішіндегі нәпсісі не айтса, соны ғана жасай бергісі келеді. Өйткені нәпсіге жеңіл нәрсе ұнайды. Нәпсі ешқашан ол долгосрочно ойланбайды ол. Шайтанның да бір сипаты сол ғой. Шайтанды өте жылдам өзгереді. Сол себептен де шайтан оттан жаратылған, ал адам топырақтан жаратылған. Жәннат дейді, қиыншылықтармен қоршалған, ал жаһаннам шахуаттармен қоршалған дейді. Сәл бір 100 хадис айтсам, 100 салауат айтсам, жәннатқа кіре саламын деген сияқты трендтерді де негізінде сынауға болады. Өйткені жәннат деген ол арзан нәрсе емес негізінде. Ассаламу алейкум, Иқра Академи каналымыздың көрермендері. Аллаға шүкір, біз қасиетті Рамазан айын артқа тастап, қазір сіздермен адам болмысына арналған эпизодтар тізбегін жалғастырғалы отырмыз. Бұл эпизодтардың тізбегі адам болмысына, яғни адам деген не, адам кәмілдікке қалай жетеді, нәпсісімен қалай күреседі, оның ішінде қандай потенциалдар бар деген сияқты сұрақтарға біз Рағып әл-Исфахани атты ғалымымыздың Тафсилу нәшәтәйн ва тахсилу саадатәйн деген кітабынан, яғни мына екі дүниенің түсіндірмесі және екі дүниелік өмірдің бақыты деген кітаптан оқып бастаған болатынбыз. Ең алғашқы эпизод мына жерде. Сол жақтан қарап бастаңыздар. Егер қазір мына эпизод сіздің алдыңызға шығып тұрса, бұның бастауы бар. Біз осы кітапты басынан аяғына дейін сіздермен бірге оқимыз, және бұл кітапты оқу арқылы біз адам кемелдікке қалай жетеді, яғни нәпсісімен күрес қалай болады, Алла тағала адамды қалай жаратты, оның басқа жаратылыстардан өзгешеліктері қандай, оның ішінде қандай потенциалдар жатыр, және ол потенциалдарды біз қалай ашамыз деген сұрақтарға жауап береміз. Ең бастапқы кезде мен айтқан болатынмын, бұл кітаптың тілі арабша, әлі қазақшаға, орысшаға, тіпті ағылшыншаға да аударылмаған, бірақ өте құнды кітап. Сол себептен де бұл кітаптың арабшасынан мен оқимын, қысқа түрде, одан кейін сіздерге мен оны қазақша түсіндіріп беремін. Олай болса, бүгінгі эпизодымызды бастайық. Бисмиллахир-рахманир-рахим, альхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри вахлул уқдатан мин лисани яфқаху қаули. Аллахумма арина ал-хаққа хаққан варзуқна иттиба'a ва арина ал-батила батилан варзуқна ижтинаба. Я Алла, бізге тураны тура қылып көрсет, және оның артынан еруді нәсіп ет, жалғанды жалған деп көрсет, және одан алыс тұруды нәсіп ет деп осы эфирімізді бастайық. Бұл кітаптың біз 5-ші бөліміне келдік. Негізі кітап 30 бөлімнен тұрады, бірақ біз бұдан кейін 2-3 бөлімнен әр бір эпизодта оқып отыратын боламыз. Бүгінгі эпизодта 5-ші бөлім фи такуинил инсани шай'ан фа шай'ан хатта юсиру инсанан камилан дейді. Яғни адам баласының ақырын адам болу жолындағы процесін түсіндіреді. Ол қай уақытқа дейін кәміл адам болғанға дейін, кемел адам болғанға дейінгі процесті түсіндіреді. Ол қандай процестерден өтеді, ол қандай жолмен олай жаратылады. Соның барлығын Рағып әл-Исфахани мына кітапта түсіндіретін болады. Рағып әл-Исфахани айтады: «Әл-инсану якуну аувалан жамадан майитан». Адам баласы дейді, ең бірінші жансыз, өлі болған еді. Яғни оның ешқандай жаны болған жоқ. Жай ғана жансыз. Қали Аллаху Та'аля, бисмиллахир-рахманир-рахим, ва кунтум амуатан фа ахьякум. Сендер өлі едіңдер дейді Алла Тағала Құранда, бірақ біз сендерді тірілттік дейді. Яғни Алла Тағала бізге жан берді. Ва залика хайсу кана турабан ва тинан ва салсалан ва нахвиха. Бұл дегеніміз, Алла Тағала айтады ғой, адам баласын біз сендерді топырақтан жараттық дейді. Тағы бір аятта айтады, біз сендерді жаңағыдай балшықтан жараттық дейді. Тиын, сальсал деп отырғанымыз топырақ, балшық, жердің құрғақ балшықтары, бұл балшықтың түрлері, яғни бұл жерде. Адам баласын Алла Тағала, яғни адам атаны Алла Тағала ең бірінші топырақтан жаратты ғой. Яғни адам не еді, сен түбінде не едің өзі, топырақ едің дейді. Сол себептен де мынау үлкен сопы, үлкен әулие, тақуалы кісілердің бір қасиеті үнемі жерге қарап, топыраққа қарап жүреді. Яғни сыртта жүрген кезде аспанға қарап, жан-жағына қарап жүрмейді,
басын, көзін, жанарын тек қана сол топыраққа қарай жаңағыдай қарап, тек топырақты ойланып жүретін адамдар бар. Ол не үшін? Өйткені мен сол топырақтан келдім, сол топырақтан жаратылдым, және мен сол топыраққа қайтадан барамын деген сөз. Ең қызық, Алла тағала осы адамның жаназасы шыққан кезде, адам арғы өмірге қайтқан кезде, оны біз топыраққа жерлейміз. Алла тағала әрбір қайтқан адамды топыраққа жерлеуді әмір етті. Ол өзінің әу баста жаратылған материясы не? Топырақ еді ғой. Соған қайтадан келді. Сол себептен біз қайтыс болды деп айтамыз да. Енді ары қарай оқитын болсақ, «Сумма юсиру набатан намиян, кама қала Аллаху Та'аля» дейді. Одан кейін, адам топырақтан кейін не болды? Набат нами, өсімдік болды. Қалай? Алла тағала айтады: «Валлаху амбатакум минал арди набатан». Алла тағала сендерді жерден өсетін жаратылыс ретінде шығарды. Бұны не үшін айтып келе жатқанын қазір біраздан кейін түсінесіздер. «Вазалика хайсу ма кана нутфатан ва алақатан ва мудғатан ва нахвиха» дейді. Адам баласы ол өсетін нәрсе болып бастады. Өсімдіктің, яғни алдыңғы эпизодтарда да айтқан болатынмын, адам деген ол дым жансыз, жаны жоқ заттармен де бір потенциалдарды бөлісетін жаратылыс. Одан кейін оның потенциалы өсімдікте де бар. Яғни біз өсеміз, біз неден жаратылдық? Бір тамшы судан жаратылдық. Яғни әу баста адам алейхиссаламды Алла тағала топырақтан жаратса, одан кейін адам атамыздан былай қарайға келетін барлық нәсіл ол жатырдан шығатын судан жаратылады. Яғни су бұл өсімдіктер үшін оның өсуіне, өнуіне ең қажетті нәрсе. Сол жағынан да бір ұқсастықтарын айтып жатыр. «Сумма юсиру хайуанан» бұл дегеніміз, адам неге ұқсады? Ең басында ол жансыз болды, одан кейін ол өсімдік болды. Енді келесі этапта адам не болады? Ол жануар болды дейді. Яғни ең басында адам жаратылған кездегі осындай этаптардан өтті дейді. «Вазалика хайсу ма яттаби битабихи» дейді. Яғни айтып отырған нәрсесі, адам қай уақытта жануар болады? Өзіне қандай нәрсенің зиян екенін біліп, содан алыс тұрған кезде, және өзіне қандай нәрсенің жақсы екенін біліп, соның артынан жүре бастайды. Яғни, кішкентай баланың туылған кезіндегі процесін қарайықшы. Ол адамның анасының жатырында жатқан кезде бір жай ғана тамшы су болды да, содан кейін ол бір етке айналады. Еттен кейін оған Алла тағала не береді? Сүйек береді. Сүйектен кейін оның сүйегін Алла тағала кәдімгі киім секілді терімен қаптап береді. Енді сол бала туылғаннан кейін бала басында не істейді? Ол кәдімгі өсімдік сияқты өседі. Тура біз қалай гүл өсірсек, баланың да бойы өседі мысалы. Сол жағынан өсімдікпен бірдей потенциалдарды өзінің бойында ұстап тұр да адам. Яғни потенциал дегеніміз бұл жерде бір нәрсенің табиғатында бар нәрсеге айтады. Потенциал деп осы нәрсеге айтады. Одан кейін бала өзіне қандай нәрсе жағымды, өзіне қандай нәрсе жақсы, не болмаса өзіне қандай нәрсе қауіпсіз және қауіпті, соны ажырата бастайды бір уақытта. Тура жануарлар секілді да. Ары қарай не істейді? Ол балада ақыл дамиды деген секілді. Тура баланың кішкентай кезінде туылғаннан бастап, негізі осы Құранда адамның қалай жаратылған барлығын соған жай ғана күнделікті қарап отырсақ та біз түсіне аламыз. Енді «Сумма юсиру инсанан мухтассан бил афалил инсанiyya». Енді ол жануар болғаннан кейін, яғни жануармен ортақ потенциалдарды өзінің бойында барындырғаннан кейін ол не болады? Келесі уровеньға шығады. Ол келесі уровеньда ол инсанан мухтассан бил афалил инсанiyya дейді. Адами қасиеттерінің шығатын уақыты. Яғни адам баласы бірден адами қасиеттермен туылып, бірден сол бәрі болып кетпейді. Потенциально адамның ішінде болады. Мысалы бір ұрық, ол үлкен ағаш немесе үлкен бір өсімдік болатын потенциалы бар. Біз бір ұрықты жерге егіп жіберсек, ол одан өте үлкен ағаш шығуы мүмкін. Мен Калифорнияда тұрғаннан кейін сіздерге қызық болсын деп айтайын. Бізде Секвойя деген үлкен национальный парк бар осы жерде.
сол паркте секвойя ағаштарына арналған паркта. Енді әлемдегі ең көне әрі ең ұзын, ең ірі ағаштардың орналасқан паркі. Біз сонда бардық. Сондағы мысалға ағаштардың бір ағаш бар, оның диаметрі мысалға шатаспасам бір 10-15 адамның бетіп қол ұстасып тұрған кезіндегі диаметріне жетеді. Біреуі бар, одан да көбірек, үлкенірек деген секілді. Және сол ағаштардың қалай өсетіні немесе қалай өсіретіні жайлы жазып қойған. Сонда оқыған кезде ол өте кішкентай, кәдімгі бидай секілді жай ғана бір дәннен өседі екен. И сондай дәннен сондай үлкен ағаш өсіп шығады дегенге адам былай сене алмайды да. Енді сен алмағанда сенесің ғой, бірақ та өте қызық та сондай нәрсе. Алла тағала сондай мысалдар арқылы негізі сендердің де мынандай ғана тамшы судан жаратылдыңдар дегеніне келтіріп тұр. Яғни потенциально адамға оның адами қасиеттерін алға шығаратын нәрселерді Алла тағала бойына салып береді. Бір жерде тағы бір эпизодта айтқан болатынмын. Алла тағала адамды жаратқан кезде сондай бір кәміл жаратылыс қылып, сондай бір үстем жаратылыс қылып жаратады. Бұны Құранда да айтады. Басқалардың барлығынан адам үстем жаратылды деп. Бірақ сол үстемдігіміз біздің өзімізге имтихан. Өйткені біз бір жағынан шикі болмыспыз. Сонда адам Алланың жаратылысы ретінде кәміл болмыста, ал өзінің көзқарасымен, өзінің жағынан қарайтын болса, ол шикі болмыс. Өйткені ол кәміл болмысқа да жету керек. Оған да күш жұмсау керек. Ол жай ғана келе салатын нәрсе емес. Оны да Рағып әл-Исфахани осы жерде айтып отыр да. Енді айтады. Алла тағала мына аятта: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Я айюханнас ин кунтум фи райбин минал баъси фа инна халақнакум мин турабин сумма нутфатин сумма мин алақа сумма мин мудға мухаллақа ва гайра мухаллақа. Ей адамдар дейді. Ин кунтум фи райбин. Егер сендер минал баъс. Егер сендер ақырет күні қайтадан Раббыларыңа қайтатындарыңа күмән келтіретін болсаңдар, фа инна халақнакум. Онда мынаған қараңдар. Біз сендерді қалай жараттық? Қарасаңдаршы. Фахалакнакум мин турабин. Біз сендерді топырақтан жараттық. Сумма мин нутфа. Одан кейін біз сендерді бір тамшы судан жараттық. Сумма мин алақа. Одан кейін біз сендерді қанға айналдырдық. Сумма мин мудға. Одан кейін біз сендерді етке айналдырдық. Бұлшық еттеріңді іске қостық. Мухаллақа ва гайра мухаллақа. Яғни оған бір форма бердік, және ол формал түрде де, формасыз түрде де бар. Яғни Алла тағала кішкентай нәрселерден үлкен формалар жасап, дүниеге келген кезде әдемі сәбиді алып келеді. Бұл біз күнделікті көріп жатқаннан кейін көзімізге үйреншікті нәрсе да. Мен де мысалы Құранды оқып отырған кезде андай бір обычный нәрсе сияқты оқи беретінмін. Бірақ негізі адам былай тереңірек ойланып қараса, ол деген мұғжиза нәрсе да. Мысалы бір адам жасасын сол нәрсені. Бүкіл әлемге ойбай анау деген мынандай қылып адамды жаратып жатыр, мынандай қылып ананы тудырыпты, мынандай қылып бала шығарыпты деп әлемге жар салар едік. Бірақ бізге Алла тағаланың мейіріміне, Алланың сондай бір адамды жаратқандағы осындай таңдаулы, осындай кемел жаратылыс екенін ұмытып кететін сондай бір ұмытшақтығымызда бар да. Сол себептен де мына аяттарды жай ғана сондай ғой, енді судан жаратылып жатыр ғой, енді күнде осындай болады деп биологически, яғни биологиялық тұрғыдан қарамау керек бұл нәрселерге. Өйткені бұл адамның бірден осылай кәміл қылып жаратылмағанда үлкен философия жатыр. Сол себептен де Рағып әл-Исфахани алдыңғы эпизодтарда да біз бұған көп тоқталдық. Адамның кемелдікке жету жолы қандай және оның жаратылысымен қандай параллель бар, соны қатты айтады. Сол туралы қатты айта береді. 4-5 бөлім бойынша біз почти бір нәрсені оқып келе жатырмыз. Өйткені бұл жердегі ең басты фокус адамның кемелдікке жету жолындағы баратын жолы оның жаратылысымен қалай жаратылды соған тікелей байланысты дегенге алып келгісі келіп отыр. Яғни автордың тезисі осы. Сол себептен де сіздер бір нәрсені қайталай берді ау деп ойламаңыздар, бұл нәрселердің әрқайсысының орны болады. Одан кейін енді адам баласында қандай потенциалдар пайда болады? Ең бірінші қуату низа. Потенциал дегеніміз бұл қуа деп айтылады арабшада. Қуа дегеніміз қуат деген сөз содан келеді. Яғни бұл
күш десек те болады, немесе потенциал десек те болады. Қуатун низа дегеніміз әл-маужуда фин-набат уәл хайуан. Бұл өсімдіктерде де, жануарларда да бар бір нәрсені өсіре алу, өзіне тарта алу потенциалы адамда бар дейді. Сумма қуатун танауул ал-муафиқи ва дафъ ал-мухалиф. Одан кейін қандай потенциал бар адамда? Өзіне пайдалысын алып, өзіне керек емесін ысырып қоя алатын, немесе өзіне зиян келтіретін нәрсені байқап, содан бас тарта алатын қасиеті бар дейді. Бірақ сондай бір аяттарда келеді ғой, Алла тағала бәлхумул адал дейді, яғни хайуандар дейді, жануарлар дейді, олар көп нәрсені түсінбейді ғой, ойларын білмейді, олар ойлап, біз сияқты бір нәрсені абстракциялап ойлап, ойбай күшті бір надан ләззат алдым деп отыра алмайды, да? Олар бар нәрсесі әйтеуір қарындары тоқ болса, туалетке баратын жерлері болса, болды сол. Бірақ жануарлар, олар өздеріне зиян нәрсені тани алады, және өздеріне пайдалы нәрсені біле алады. Мысалы, менің мысықтарыммен үнемі мысал берем. Менің 2 мысығым, мысалы, олар кішкене алдында бір сәл жел сілкінген сияқты болды. Өте аз, былай қатты өзімізде байқамадық, бірақ мысықтар қатты байқайды ол нәрсені. Бірден барды да, бірден тығылып қалды. Или біреу келіп дрелмен көрші тесіп атса, олар шықпайды, олар оған зиян екенін түсінеді. Бірақ Алла тағала сол аятта не дейді? Адам баласы ол жануарлардан да адасқан дейді. Яғни олар өйткені адам баласы өзіне зиян нәрсені біле тұра соны жасайды. Ал жануарлар оны жасамайды дейді. Бірақ адамның мына жерде айтып отырған нәрсесі, адамның бұл жануарлармен ортақ потенциалы. Бізге зиян нәрсені тани алу, немесе бізге пайдалы нәрсені тани алу. Одан кейін қандай потенциал пайда болады адамда? Сумма әл-хис, яғни адам бір нәрсені сезе алады. Бұл да Алла тағаланың берген үлкен нығметі. Ковид кезінде мұрнымыз сезбей қалған кезде бұл нығметтің қадірін түсінген шығармыз, Яғни хис дегеніміз бұл 5 сезім мүшесімен келетін сезетін нәрселер. Ол дегеніміз 5 сезім мүшесінде, мысалға, қолыңызбен ұстайсыз, бір нәрсені ұстап көруге болады. Мен компьютерді ұстап отырмын, сезіп тұрмын. Көремін, алдында камера тұр, мен оны көріп тұрмын. Одан кейін дәмін сезіп көре аламын, құлағым естіп көре алады. Және 5-шісі, сіз мұрныңызбен иіс сезе аласыз. Осы нәрсеге біз хис дейміз. Одан кейін адамда қандай потенциал дамиды, пайда болады? Ат-тахайюл дейді. Тахайюл дегеніміз ағылшынша айтқанда imagination. Яғни бір нәрсені қиялдай алу. Бір нәрсені қиялыңда суреттей алу. Адам баласы ол қиялдай алатын жануар, Яғни бұл жерде жануар деп айтып отырғаным техникалық мағынасында, яғни біз сиыр, қой сияқты жануар емеспіз, бірақ солармен бір группаға кіреміз. Не үшін? Өйткені олар да қиялдай алады. Жануарлар да қиялдай алады. Одан кейін дейді, келесі қандай потенциал адамда болады? Сумма ат-тасаур, сумма ат-тафаккур, сумма ал-ақл. Одан кейін тасаур дегеніміз де бір нәрсені суреттей алу миында. Қиялдауға кішкене келеді, бірақ тасаур дегеніміз, сіз бір нәрсені көрген кезде, мысалға, тек қиялдасаңыз, ол қиялыңызда болып жатады ғой. Тасаур, сіз сол көрген нәрсеңізді өзіңіз суреттей аласыз. Сондай бір айырмашылығы бар. Сумма ат-тафаккур дейді. Тафаккур деген сөзді көп естіген боларсыздар. Тафаккур дегеніміз бір нәрсені тереңнен ойлана алу. Фикр дегеннен келеді. Пікір дегенде қазақша сөз, осы фикр деген арабша сөзден келеді, Яғни адам баласы, байқап тұрсыздар ма? Бүйтіп тайтапына кетіп бара жатырмыз, Ең төменгі потенциалдарынан алып келе жатыр. Ең соңында адам баласына берілетін ең ұлы, ең мәртебелі, ең жоғарыда тұратын потенциал ол әл-ақыл дейді. Яғни ол ақыл деген сөз. Бірақ ақыл деген кезде біз қазір ақыл деген сөздің мағынасын әркім әртүрлі түсінетін болды. Ақыл деген бұл жерде айтып отырған нәрсесі тек қана рационалды ақыл емес. Яғни сіздің бір математиканы күшті шығарып тастасаңыз, географияны күшті білсеңіз, көп информация миыңызда болса, сіз ең жоғарыдағы адамсыз деген мағынаға келмейді.
әл ақыл деп отырғанымыз әсіресе мынау мұсылман ғалымдардың жазбаларында, орта ғасырлардағы мұсылман ғалымдың жазбаларында ақыл дегеніміз бұл адамның тек рационалды интеллекті емес, адамның жүрек көзі. Қазақшада оны өте әдемі аударған жүрек көзі дейді. Яғни бұның тағы да бір сөзі басира, тағы да бір сөзі қалып, яғни жүрек. Ақылдың арабшадағы былай альтернативалары өте көп. Ақыл деген сөздің оған басира да деп айтады, басар деп те айтады, назар деп те айтады, фуат деп айтады, садыр деп те айтады, қалып деп те айтады. Не үшін оншалықты көп? Өйткені бұл ақыл бір жақты көзқараспен түсіндірілетін сөз емес. Қанша перспектива бар, соның әр қайсысына бөлек-бөлек сөз бар. Мысалы, ақылға қалып дейді, қалып деген сөздің өзі өте қызық негізі арабшада. Қалып деген жүрек. Бірақ қалаба деген сөз бұл құбылмалы болу деген сөз. Адамның жүрегі құбылмалы ғой. Соны айтады. Енді жүрек бұл біздің негізінде ақылымыздан ғана информация келеді деп ойлаймыз ғой. На самом деле ең рухани адамның ойына келетін ойлары бұл жүректен келеді. Жүрек деген соғып тұрған, менің қан айналдырып тұрған, соғып тұрған жүрегім емес. Оның да аты жүрек, бірақ бұл жүрек бұл адамның ішкі рухани халі. Яғни адамның ішкі рухани халі қаншалықты мықты болса, оның ақылы да соншалықты мықты деп есептейді. Сол себептен де ол адамға берілген ең жоғарғы потенциал. Өйткені біз ақыл арқылы ғана Раббымызды тани аламыз. Мысалы, адам баласы өзіне не зиян, не пайдалы екенін жаңағыдай жануарлармен біледі дедік. Адам баласы өсімдіктер сияқты өседі дедік. Адам баласы тіпті жансыздар сияқты, мысалы тас сияқты қатып қалатын адамдар да болады. Ол туралы да біраздан кейін айтамыз. Яғни жансыз, ешқандай жаны жоқ нәрселермен де бір общий біздің бір потенциалымыз бар бөлісетін. Одан кейін тахайюл деді, қиялдану деді. Бірақ біз Алла тағаланы қиялдап, Құдай қандай екен деген кішкентай балаларда мысалы көбінесе болады. Бір қиялға жайып, бір нәрсе қылып елестете аламыз. Бұрын менің құрбым айтатын, ол кішкентай кезінде мен Алла тағаланы аттың үстінде отырған ақшапанды ата сияқты елестететін деп. Сол сияқты әркім әртүрлі елестеткен ғой. Айтпақшы, комментария жазып кетіңіздер, бұрын кішкентай кездеріңізде қандай қылып елестеттіңіздер Алла тағаланы. Әрине Алла тағала біздің елестеткенімізден басқаша. Кім қалай елестетсе де одан басқаша, бірақ осы тахайюл деді мысалы, онымен біз Алланы біле алмаймыз, тани алмаймыз. Өйткені ол қиял, ол адамның өзінің жеке ойында ғана жүріп жататын нәрсе. Тасауыр деді. Тасауырмен біз Алла тағаланы біле алмаймыз. Біз бір нәрселерді көріп, оның қандай екенін сипаттай аламыз, бірақ біз Алланы сипаттай алмаймыз. Тәфәккүр деді. Аллаға жақындап келе жатырмыз, ойланып, бірақ біз Алланың заты туралы ойлана алмаймыз. Өйткені Алла тағаланың заты ғайру мәлум. Алла тағаланың заты ғайып. Яғни Алланың заты ешқашан адам баласына білінбейтін. Біз Алланың тек сипаттарын біле аламыз. Теологияда, ақидада бұл нәрсе үйретіледі. Алла тағаланың затына байланысты бізде нақты ешқандай дерек жоқ. Тек қана біз Алланы қалай танимыз? Өзінің Құранда Алла қалай өзін сипаттайды, сол сипаттар арқылы танимыз. Ал заты қандай, біз оны білмейміз. Заты деп отырғанымыз шынайы Алланың болмысы. Ол онтологиялық тұрғыда ол қандай болмыс? Біз тек сипаттап айта аламыз. Ал бірақ айтады ғой, сендер қалай деп сипаттасаңдар да Алла ондай емес дейді. Алланың сырты жоқ, іші жоқ, ол үнемі бар бола беретін деген секілді. Тәфәккүр жасап, яғни жай ғана ақылымызбен тәфәккүр жасап Аллаға жете алмаймыз. Бірақ ақылмен, жүрекпен адам Аллаға жете алады. Өйткені ақылмен біз ақиқатты тани аламыз. Ақыл ғана, адамның жүрек көзі ғана ақиқаттың не екеніне сілтеме жасап, оның не екенін оған нақты дәлелдер арқылы, нақты сезімдер арқылы көрсете алады. Сол себептен де адам баласы ғана Раббысын тануға жауапкершілікті бір жаратылыс болып есептеледі. Көрдіңіздер ме, қандай байланыс бар? Кітаптың басынан бері адам деген өсімдіктермен мынандай потенциалды бөледі, одан кейін жануарлармен мынандай потенциалдарды бөліседі деп айтып келе жатыр ғой, как будто бір просто айтып жатқан сияқты негізінде. Бірақ түбінде қайда апарады? Осы базаны біліп алсаңдар, кейін сендер не үшін Алланы тану керек екенін, оның саған қандай пайдасы бар, оның сенің болмысыңды қалай ашатынын түсінесің дейді. Ары қарай Рағып әл-Исфахани айтады:
فهو لم يصير إنسانا. ол адам болмайды. Қай уақытқа дейін адам болмайды? إلا بالفكر والعقل. Пікір етіп, бір нәрсені ойланып, соны ақылымен мына түйсігіне саналы түрде жеткізе алмаса, ол адам болмайды дейді. Яғни оған адам деп айтпаймыз дейді. Ал-ақыл деген не нәрсе дейді? Аллази бихи юмайизу байнал хайри уаш-шар. Енді ақыл деген не дегенге міне айтып тұр. Рационалды, сенің математиканы шарт етіп, одан кейін неше түрлі көп нәрсені білетін нәрсе емес. Ақыл деген жақсылық пен жамандықтың арасын ажырата алу дейді. Ақыл деп соны айтады. Уәл джамил уәл қабих. Сұлу нәрсемен, яғни әдемі нәрсемен, бұл сұлу келіншек болу міндетті емес, кез келген әдемі бір әрекет, мысалы әдемі бір зат, әдемілікпен ұсқынсыз нәрсенің ажырата алатын нәрсеге біз ақыл дейді екенбіз. Ва илал ақли ашар Аллаху тағала биқаулихи дейді. Алла тағала ақыл деген нәрсеге Құранда былай айтты. Ва сауаракум фа ахсана суаракум. Яғни Алла тағала сендерді сондай бір ең жақсы, ахсан, ең әдемі суретте, ең әдемі қалыпта жаратты деді. Не үшін? Өйткені Алла тағала сендерге ақыл берді деді. Ең әдемі қалыпта жаратылған дегені сенің жақсы мен жаманның, ақ пен қараның, әдемі мен ұсқынсыздың арасындағы айырмашылықты біле алуың және соған байланысты сенің ары қарай шешімдерің келеді. Енді фәл инсан биақлихи сара маъданал илми ва марказал хикма. Адам тек қана ақылымен, жаңағы айтып отырған ақылымен сара маъданал илм. Ол ілімнің не болды? Центрі болды дейді. Яғни оған жүрегіне ілім қонады, несі арқылы? Ақылы арқылы. Уа марказал хикма. Одан бір даналық шығады, несі арқылы? Ақылы арқылы. Яғни біз алдыңғы айтып отырған потенциалдарымыздың барлығы адамның бойында бар, бірақ адамды адам етіп тұрған нәрсе осы ақылымен тафаккур ететін қабілеті дейді. Ва вужудул ақли фихи фи ибтидаил амри бил қува. Енді қараңыздар, бағана айтқанымдай, адамда бұл ақылдың болуы бил қува дейді. Философияда бил қува және бил фиил деген нәрсе бар. Бил қува дегеніміз бұл бір нәрсенің потенциалына бір нәрседе болуы. Мысалы, менде потенциална ашу, ыза, кек, неше түрлі эмоцияның негізі бір дәні жатыр ішімде. Адам баласында дәл сол секілді ақылының да, яғни жүрек көзінің ашылатын потенциалы да адамда жатыр негізінде. Әрбірімізде бар бұл нәрсе. Өйткені Алла тағала бил қуа потенциалына барлық адамда осы қасиетті жаратты. Оны бил фиилға алып келетін, енді бил фиил дегеніміз не бұл жерде? Actuality дейді ағылшынша, яғни мына әлемде, мына өмірде сол нәрсені шын мәнінде жасау, сол нәрсені шын мәнінде алып келу. Ол дегеніміз былай. Мысалы, бір адам бәріне Алла тағала ақыл берді, бәріне Алла тағала жүрек берді, бәріне Алла тағала өзін тани алатын потенциал берді. Бірақ сондай бір әулиелер болады, сондай бір ғалымдар болады. Алланы енді біздің деңгейімізден 1000 есе, бәлкім миллион есе жақынырақ таныған. Бірақ оның қандай айырмашылығы бар? Потенциально, яғни менде де ол қабілет бар, менде де ол күш бар, Алланы танитын. Және ол сондай керемет таныған, уже танып қойған ғалымда да бар. Бірақ менде ол әлі потенциально тұрда солай, а ол ғалым соны іске асырды. Сол іске асырғанын біз бил-фиил дейміз. Яғни Алла тағала адамға бәріне бірдей ақылды береді. Кейбір адамдар бар, мынау тағдыр мәселесіне келген кезде, Алла тағала мысалы біреуді кедей қылып жаратады, біреуді бай қылып жаратады, біреуді ақылды қылып жаратады, біреуді ақылсыз қылып жаратады. Бұл менің басыма жазылған нәрсе деп ойлайды. Рағып әл-Исфаханидің мына кітабын оқып отырсақ, Алла тағала негізінде потенциалына бәрін бірдей жаратады адамдарды. Бірақ біз өзіміздің ерік жігерімізбен, өйткені Алла тағала адамға не береді? Саған ерік жігер береді. Өзіміздің шешім қабылдау қабілетімізбен, өзіміздің Аллаға деген махаббатымызбен, өзіміздің ойлау қабілеттерімізбен, біздің бойымызда қандай қабілеттер бар, бағанадан бері айтып отырған, соның бәрін іске асыра отыра, біз тағдырымызда белгілі нәрселерге біз өзіміз әсер ете аламыз. Және содан сұра аламыз, содан жауапкершілікке тартыламыз. Алла тағала
тағдырдың мәселесіне мен бұл эфирде кірмеймін, иншалла, бәлкім алдағы уақыттардағы эпизодтарда ол туралы тағы да айтармыз. Бірақ түсініспеушілік болмасын, тағдырдың жаңағыдай өзгермейтін түрі бар және тағдырдың өзгеретін түрі бар. Енді осы өзгеретін түрлерін алып қарайтын болсақ, мысалы өзгермейтін түрі ол ата-анаңды жаңағыдай таңдай алмайсың, сенің қандай ұлт болатының, қандай түсте жаратылатының, сенің құдіретіңе еш қалай жөндеуге келмейтін нәрселерге біз өзгермейтін тағдыр дейміз, бірақ өзгеретін тағдыр бар және көп бөлігі сол өзгеретін тағдырда жатады адамның. Ол жерде біз ақылды болуымыз, біздің денсаулығымыздың қалай болуы, оның бәрі өзімізге байланысты нәрсе. Сол нәрсені біз міне мына кітаптан осындай потенциалдар арқылы біліп отырмыз, Ары қарай не дейді ғалымымыз? Енді بالقوة كوجود النار في الحجر المحتاج أن يري إلى الاقتداح дейді. Бұл қалай болады? Жаңағы потенциал деген нәрсе, мысалы, бір таста от шығару потенциалы бар. Бірақ сен тасқа қарасаң, негізі от шығып тұрмайды ғой. Бірақ екі тасты бір-біріне қашасаң, от шығады. Яғни ода от шығу потенциалына бар. Актуальны жоқ, потенциалына бар, Актуальны деп мен қалай аудара салдым, негізі бұл аударма дұрыс емес. Бұл аудармаға қарамай қойыңыздар. وكوجود النخل في النوى المحتاج في أن تثمر إلى غرس وسقي дейді. Бір құрма ағашын қарайтын болсаңыздар, бір құрма ағашының дәнінде, бағана айтқан мысалым, ол дән, жаңағыдай сен құрма ағашынан алатын соншалықты пайдаларың, оның жеміс беру барлығы неден басталады? Бір дәнде басталады. Соның барлығы кішкентай бір дәннің ішіндегі потенциалда жатады да. وكوجود الماء تحت الأرض المحتاجة في الاستسقاء منه إلى حفره ونفس الإنسان واقعة بين قوتين дейді. Енді жердің астындағы суды да, мысалы жердің астында потенциалына су бар. Оны бұрын ата-бабаларымыз құдық қазған кезде біледі, мына жерден потенциалына бар, сен осы жерден қазасың дейді, осы жерден шығады. Тура сол секілді, сен ол жерден суды алып шығару үшін қазуың керек. Барлық нәрсе параллельно келе жатыр. Біз ішіміздегі потенциалды аша алуымыз үшін біз оған бір нәрсе істеуіміз керек дегенге келе жатыр, Енді осы адамның бойындағы қуат, күш, потенциалдың екі түрі бар дейді. Қуатайн дейді. Қуату шахуа ва қуатул ақыл дейді. Шахуат дегеніміз бұл жерде тек мынау нәпсіні қоздыратын, сексуальный импульстарды қоздырып жүретін нәрселер емес. Шахуат деген нәрсеміз бұл жануарлармен біздің ортақ тамақ жегіміз келгені де шахуат, біздің әжетханаға барғымыз келгені де бұл шахуат, біздің ашуланып, сол ашуымызға беріліп кеткеніміз де шахуат болып саналады. Бұның ішінде сенің жыныстық қатынасқа түскің келгені де шахуат, бәрі де шахуат болып кетеді. Яғни адамның ішінде осындай шахуат күші болады дейді, және адамның ішінде ақыл күші болады. Ақыл күші мен шахуаттың арасында үнемі бір текетірес болады. فبقوة شهوة يحرص على تناول اللذات البدنية البهيمية كالغذاء والسفاد والتغالب وسائر اللذات العاجلة дейді. Яғни түсіндіріп жатыр. Бұл шахуат дегеніміз не? Бұның ішіне не кіреді? تناول اللذات البدنية البهيمية. Сенің жануар секілді жаңағы айтып кеткен нәрселердегі шахуаттардың барлығы осына кіреді дейді. Кәл-ғиза, тамақ жеуің дейді, уәл-фасад, сенің бір бұзақылық жасап, бір жерді айналдырып жүрген, яғни эмоцияға беріліп кетуің, былайша айтқанда. Бұл да шахуатқа жатады дейді. Уәт-тағалиб, басқа адамдарға немесе басқаларға үстем болғың келуі, жарыста жүру, бұл да шахуат дейді. Васаир ләззат әл-аджила. Және осыған ұқсас басқа да ләззаттар. وبقوة العقل يحرص على تناول العلوم والأفعال الجميلة. Ал ақылдың күшімен адам неге барады? Тәнәуіліл үлім, пайдалы ілімді алады адам баласы. والأفعال الجميلة. Әдемі іс-әрекеттердің ләззатын сезінеді дейді, ақылдың күшімен. والأمور المحمودة العاقبة. Яғни ақыретіңде де, бұл дүниеңде де саған пайда беретін істерді, махмуд деген, яғни мадақталған, Алланың алдында мадақталған істерді жасаудың ләззатын беретін бізге не екен? Шахуат емес, бұл ақыл күші.
Осы екі адам бойындағы күшке Алла тағала Құранда мына аятта айтты. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инна хадайнаху сабила имма шакиран ва имма кафура. Біз оларды дейді, хадайнаху, оларға көрсеттік. Нені көрсеттік? Ас-сабил, жолды көрсеттік. Олар не сол жолды қарап шакир болады, яғни оған разы болып, рахмет айтып, шүкір етеді сол нәрсеге. Ва имма кафура. Кафур деген алдыңғы Рамазан кезінде айтылған эпизодтарда шүкіршілік туралы эпизодтар болды. Көрмесеңіздер, мына жерде эпизодтың сілтемесі. Сол жақта да айтқан болатынмын тереңдеп. Кәфір деген сөз бұл тек қана Алла тағалаға сенбейтін, иман етпейтін деген мағынаға келмейді. Ол бір ғана мағынасы. Құранда ол Аллаға сенбейді дегеннен көрі, жай ғана теологиялық тұрда сенбейді, иман етпейді дегеннен көрі, шүкір етпейді деген мағынаға антоним ретінде келеді кәфір сөзі. Яғни Алла тағала бізге барлығымызға, яғни адам баласына бір жолды көрсетті, бірақ олар шәкирлар, ақыл күшін қолданғандар шәкир болды. Осыны айтқысы келіп тұр да. Яғни біз бойымыздағы ақыл күшін, ақылдың потенциалын, жүрек көзінің ашылуға деген рухани потенциалдарымызды күшейте берсек, біз Алланың осы шәкир құлдарынан болады екенбіз да, аятта айтылғандай. Ал егер біз өзіміздің шахуат күштерімізді, тағы да айтамын, бұл тек қана халықтың арасында қолданыста жүрген шахуат десе бәрі сексуальный импульс ойлайды, ол емес, бұл кез келген рухани емес, мына өмірдегі материальный нәрсеге жақын күштерімізді дамыта беретін болсақ, онда біз кафурлардың қатарына жатамыз. Өйткені Алла тағала бізге ол рухты құрдан құр берген жоқ. Сен неге құрдан құр саған берілмеген? Как раз таки ең қымбат, ең дәрежелі деп берілген нәрсені сен соны қолданбадың, сен соны ойланбадың деп ол бізден сұралатын нәрсе екен. Сол себептен де кафур деген соны ойланбаған, соған Раббысына шүкір етпеген адамдардың қатарына жатады дейді. Яғни Рағып әл-Исфахани бұл аятты не үшін беріп тұр бізге? Алла тағала дейді, барлығына бірдей жол көрсетеді, бірақ адам өзінің бойындағы осы потенциалдарды қалай қолданады, соған байланысты өзінің бір жолын табады дейді. Сол себептен де барлығы бір ақиқат жолында болуы мүмкін емес. Өйткені әр адам ішіндегі потенциалын өзі қолданады. Қалай қолданады? Ол Алланың тағы да адам баласына жауапкершілік ретінде беріп қойған ерік-жігерінің арқасында жүзеге асады. Ары қарай Рағып әл-Исфахани радиаллаху анху ол былай айтады: وَلَمَّا كَانَ مِنْ جِبِلَّةِ الْإِنسَانِ أَنْ يَتَحَرَّ مَا فِيهِ اللَّذَّةِ. Адамның табиғатында, жибилля дегеніміз табиғаты, وَلَمَّا كَانَ مِنْ جِبِلَّةِ الْإِنسَانِ, адамның табиғатында үнемі бір нәрседен удовольствие алып тұру деген нәрсе бар дейді. Барлығымыз соны жақсы көреміз, шын мәнінде бір ләззат алып тұруды жақсы көреді адам баласы. وَكَانَتْ اللَّذَّاتُ عَلَى ضَرْبَيْنِ. Енді осы ләззаттар, ләззат деп отырған нәрсе, бұл екі түрде болады дейді. أحدهما محسوس كاللذة المذوقات واللموسات والمشمومات والمسموعات والمبصرات дейді. Махсус деп отырғанымыз бағана 5 сезім мүшемізбен біздің алатын заттарымыз бар емес па, информациямыз алатын, тек қана информация емес, сол жерде кез келген нәрсе, 5 сезім мүшеміз сезетін нәрселеріміз деп айтайық. Осы сезетін нәрселерімізді біз не дейміз? Ләззат әл-махсуса дейміз. Яғни сезім мүшесіне негізделген ләззаттар. Бұның ішінде жаңағы сенің жеген тамағың бар, көрген киноң бар, еститін музыкаң бар. Одан кейін, мысалы, қыздар қалай жақсы көреді, гүлдің әдемі иісі мұрныңа келіп тұрса, әрі-бері сен өткен кезде соны иіскеп, бір күшті болып қаламыз ғой. Сондай удовольствиялар, яғни сондай ләззаттар, бұл қандай ләззат дейді? Әш-шахуа әл-хайуания дейді. Яғни хайуани шахуаттар. Бұл адами шахуаттарға жатпайды дейді. Адамда бар, бірақ сенің юник шахуаттарың емес бұл. Саған ғана тиесілі, саған ғана юник емес. Хайуани деп айтып тұрған сол, яғни жануарлардың классына жататын барлық жануардың ішінде осындай бүкіл нелер, ләззаттар болады екен. Уәссәни мақулун кәлләззәтил илм. Екіншісі енді
жаңағы ләзза мәхсуса дедік қой, енді ләзза мақулаға келдік. Мақул дегеніміз ақылмен, адамның жүрегімен, адамның ақылмен келетін ләззат. Бұл қандай? Кәлләззатил илм, білім алғандағы ілім. Уа таатил хайр уа фи'лил джамил, сенің жақсылық жасауындағы ләззатың. Уа фи'лил джамил, жақсы салиқалы бір іс әрекет жасағандағы ләззатың. Оны көбісі ләззат деп те ойламайды негізінде, да? Мысалға, біз жақсылық жасап жатқан кезде біреуге сен өзің көмектесесің ғой, сол көмектесу арқылы мен пайдалы болдым ғой деген ішінде бір ләззат бар. Бірақ бұл сенің мынау сезім мүшелеріңнен келетін ләззатың емес, сенің ішіндегі жүрегің арқылы, эмоцияң арқылы, ақылың арқылы келетін ләззат, да? Уәлләззат әл-мәхсуса, енді қараңыздар, ең қызық жері осы жерде келеді. Уәлләззат әл-мәхсуса әғләб алайна. Мәхсус дегеніміз, яғни бес сезім мүшемізбен келетін ләззаттарымыз бізге үнемі үстем келе береді дейді. Әғләб алайна. Ликауниха ақдаму вуджудан фина. Не үшін енді олар үстем келе береді? Өйткені олар біз жаратылған кезде ең бірінші сол ләззаттар болды дейді. Яғни біз анамыздың құрсағына түскеннен бастап, ең бірінші адам, ананың құрсағында сен ақылдың күшімен келетін ләззаттарды ойламайсың ғой. Ол кезде сен ананың бойындағы витаминдерді жеп өсесің. Жеу, дәм тату, содан кейін енді қалай нақты, мен дәрігер емеспін білмеймін, бірақ бала да іште жатқан кезде ол дем алып жатады ғой, ауа алады, мысалға, оның иісін сезу мүмкін бәлкім. Осындай жаңағы бес сезім мүшемізбен келетін ләззаттар бізде әу бастан бар болғандықтан адам соған үйреніп қалады дейді. Это как бы зона комфорта, былайша айтқанда біз қазіргі тілмен айтатын болсақ. Ол зона комфортадан адам шыққысы келмейді дейді. Өйткені ол баяғыдан бері оған кішкентай тамшы болған кезінен бастап ода бар дейді. Юхиббунал аджила ва язарунал ахира. Алла тағала бұл аятта не дейді? Юхиббунал аджила ва язарунал ахира. Олар дейді ажил тез бола қалатын, моментально болып кететін нәрсені жақсы көреді дейді. Ва язарунал ахира. Яғни олар долгосрочный нәрселерді кейінге ысырып қоя береді дейді. Прокрастинация жасайды дейді, былайша айтқанда. Юхиббунал аджила дейміз. Мен осы нәрсені бұрын бұл аятты мүлдем мынандай контекстте түсінбеппін ше. Юхиббунал аджила ва язарунал ахира деген нәрсені тек қана жаңағыдай байлық, сондай нәрселерді жақсы көреді, ақыретке сауапты істерді кейінге қалдыра береді деп түсінген екенмін. Бірақ бұл аятта адам баласының асыққыш болуының себебін айтады да. Қараңыздаршы, Рағып әл-Исфаханидің осы жердегі ғалым ретінде сондай бір дана екені, осындай адамның бойындағы нәрсенің барлығын, адамның болмысын Құранның аяттарымен қалай сипаттап жатыр, соны көріп отырмыз. Қазір ғалымдар енді бар, әрине, бірақ та өте аз ғой, өте аз. Құранның аяттары арқылы философиялық түрде адамның болмысын, философиялық түрде жалпы адамда өзі қандай заттар бар, қандай потенциалдар бар деген сияқты нәрсені аша алатын ғалымдар өте аз. Осы аятта енді не дейді? Адамның мынандай бір паникаға салынғыш және меркантильный, сондай бір ұлы істермен айналысқанша тез бола қалатын нәрсені жаны құмарлығын айтады да. Ойлаңыздаршы, мен осыны ешқашан өзім ойланып көрмеппін осы кітаптан бұрын. Не үшін біз сондай тез жасалатын нәрсеге құмар болатынымыз, не үшін адам сабырсыз келетіні. Ол да анамыздың жатырынан келгеннен бастаған біздің натурамызда қалып кеткен нәрселер екен да. Бірақ Алла тағала бізге, сендер аналарың жатырында сондай едіңдер, солай қыла беріңдер демейді. Сол нәрсені қайсар күш жігерімізбен қайтадан оның үстіне үстем шығып, өзіміздің ақылымызбен келетін ләззаттардың дәмін сезе алуға Алла тағала бізді соған мотивация жасайды. Өйткені не үшін адамдар, мысалға, қазір өзі информационный әлем ғой, қазір өте көп информация бар, өзі мындай кірпіштей исламда жазылған кітаптар бар, бірақ біз неге ол нәрселерді оқымаймыз? Ол нәрселерді оқудан қалдық, Өйткені оларды оқу өте қиын. Өйткені барлық адам мен білсем дейді, мен ақиқатқа жетсем дейді. Бірақ білсем, ақиқатқа жетсем, жақсыны жаманнан ажырата алсам деген адамның жолы ол
жай ғана мындай тез тамақ жеп содан ләззат алып отыратын жол емес та. Бізде қазақтарда да бекер айтпайды ғой, білім инемен құдық қазғандай деп. Сен ол инемен құдықты қазасың, бірақ қазып жатқан кезде кәдімгідей маңдай терің ағып, кәдімгідей содан зардап шегетін сияқты болып көрінесің, бірақ оның ләззаты артынан келетін. Ол долгосрочный ләззат та, ұзақ ләззат, ұзақ мерзімді ләззат. Ал сен жай ғана шоколад жедің, болды. Сен 5 минуттан кейін ұмытып кетесің оның ләззатын. Сол себептен де айтады, ақылдарыңды қоспайсыңдар ма? Қай ләззаттың саған қаншалықты ұзағырақ сені жақсылыққа апаратынын, оның артынан келетін нәтижесін мен сендерге көрсетіп тұрмын ғой дейді. Шын мәнінде мысалы гүл де солады. Біз гүлді иіскейміз, ол бір апта тұрар бәлкім, 2-3 күннен кейін оның иісі кете бастайды. Жас қыздар, біз бәріміз жап-жас болып, әдемі болып тұрамыз, өзіміздің сұлулығымызға тоймай, ол да көзімізбен келетін ләззат қой мысалы, бірақ ол сұлулық та кетеді, адам қартаяды, барлық нәрсе өте өткінші. Және сезім мүшесі, жалпы философтар бұл әлемді физикалық әлем дейді, және физикалық әлемде барлық нәрсе болып бұзылып атады. Яғни бір жерде бір нәрсе жаралып жатса, бір жерде бір нәрсе бұзылып жатады. Обязательно. Ол адамның дүниеге келіп, адамның дүниеден өтіп, күннеге бір өлім, күннеге бір жаңа сәби дүниеге келіп жатады. Соған да байқасақ болады. Яғни бұл бізге нені көрсетеді? Алла тағала айтады ғой, аяттарымды, соншама аяттарымды бердім, неге ойланбайсыңдар дейді. Бұл көрсетіп жатқан нәрсесі, адам баласы мынау 5 сезім мүшесімен келетін тез әжіл, яғни тез моментально бола қалатын ләззаттардың артынан кете беретін болса, ол ұзақ мерзімді ләззаттарға шыдай алмайды. Сондай болған біз ғой, мысалы қазір тіпті алысқа кетпей-ақ, рилс заманында, қысқа видеолар заманында қазір көп адам айтады, ол нәрсе мен мысалы өзімде де байқаймын, біз бір нәрсені тез көріп алсақ екен телефоннан. 2 секунд, алғашқы 2 секунд дейді, алғашқы 2 секундта сен айтып үлгеруің керексің айтатын нәрсеңді дейді. Бітті, 2 секундтан ары қарай, значит, адамдардың ол тыңдап, соңына дейін ол пайдалы ма, пайдалы емес па деп отырмайды. Өйткені адам сабырсыз болып бара жатыр да. Өкінішке орай, қазіргі заманның маған бір ұнамайтын тұсы, адамды сабырсыздыққа, адамды осындай жай ғана тез болмашы бір ләззаттарға үйрететін заттар өте көбейіп бара жатыр да. Біз осыған абай болуымыз керек. Өйткені біздің жанымыз, тәніміз осы нәрсеге үйреніп қалатын болса, біз ұзақ мерзімді ләззаттарды жасай алмаймыз. Сол себептен де қазіргі кризис мысалы. Адам бізде осы курс жасаған кезде, мысалы Құран курсын жасаймыз ғой. Сонда мен бір методологпен сөйлескен едім. Методолог айтады, адамдардың сабыры 2 аптаға жетеді дейді. Курс өткен кезде 2 аптаға жетеді дейді. Ойлаңызшы, сіз ойбай, мен Құран оқығым келіп бара жатыр, мен Алланың сауабын алғым келіп жатыр, мен ақыретіме сауап жинағым келіп жатыр деп келесіз, бірақ 2 аптадан артық сабақ оқи алмайсыз. Бұл деген катастрофа ғой, бұл деген катастрофа. Біз ең жылдам өтеді дегеннің өзінде 2 ай, мысалға 0-ден соңына дейін, 2 ай, 2 ай, менің өзімде ол 2 ай да, мысалы. Ал біреудің өзінде ол 2 ай ойбай деп ойлайды. Көрдіңіз ба, сол себептен де біздің айналамыздың нәрселердің барлығы бізді тез байып кетсем, тез үйреніп алсам, тез істеп алсам, тез жетістікке жетсем деген сияқты нәрселердің маркетингтары мына жақтан бір флаш, мына жақтан бір флаш, жан-жағымыздан шығып жатқан кезде адам тек осы тез ләззаттарға ғана үйреніп қалады. Бұл өте өкінішті. Мысалға, мынау сіз ойлап отырсыз ғой, жаңа 5 сезім мүшемізбен әшейін шоколад жесем, шай ішсем деп. Бұл осындай деңгейге дейін кетіп қалғанда. Яғни өмірімізде қаншалықты біздің шахуатымыздың, яғни именно махсус шахуатымыздың, дүниелік шахуат деп айтайықшы, ешқандай бір рухани мән мағынасы жоқ шахуаттардың өмірімізде қаншалықты көбейіп кеткені өте катастрофа нәрсе деп ойлаймын бұл нәрсені. Ал Рағып әл-Исфахани айтып отыр, мынау аятты беріп отыр, олар юхиббунал аджила, ва язарунал ахира. Олар тез моменталь нәрселерге үйренгені соншалықты, олар ақыретке деген сабырмен, тақуалықпен, Аллаға деген махаббатпен, осындай бір білімге деген құштарлықпен келетін қиындықпен, басында қиындық болса да, артынша ұзағырақ келетін ләззаттарға шамалар жетпейді уже дейді. Мына аят тура біз туралы, біздің қоғам туралы айтылғанда.
Енді ары қарай айтады Рағып әл-Исфахани: "Вализалика якраху аксару нас ма я'муру бихи ал-ақл". Сол себептен де, міне сол себептен де адамдардың көбісі дейді, аксару нас, ақылымен, сенің ақылың, жүрегіңмен, шын мәнінде ішкі рухани халіңмен келген бір ләззатты, мынаны жасашы деп тұрған әмірді адам баласы тыңдағысы келмейді дейді. Хәтта қиыл хауа деген нәрсе не екенін алдыңғы эпизодтарда айтып өттік, яғни адамның ішіндегі нәпсісі не айтса, соны ғана жасай бергісі келеді. Өйткені нәпсіге жеңіл нәрсе ұнайды. Нәпсі ешқашан ол долгосрочно ойланбайды ол. Шайтанның да бір сипаты сол ғой. Шайтан да өте жылдам өзгереді. Сол себептен де шайтан оттан жаратылған, ал адам топырақтан жаратылған. Философиясын қараңыздаршы. Адамның топырақтан жаратылуы, топырақ ол тұрақты. Біз топыраққа қай уақытта болмасын дәнімізді ексек, ол соны шығарады. Және топырақ ол тез жасамайды. Біз дәнді бүгін ексек, ертеңгі күні ол ағаш болып, мынандай болып шықпайды. Кейбір ағаштар бар, мысалы зәйтүн ағашы, ол 20 жыл өседі. Сол себептен де дәнді салға салысымен біз ертеңгі күні топырақтан ағашты көрмейміз. Ал бірақ нәпсі ол тез жасалатын нәрселерді жақсы көреді. Және шайтан ол неден жаратылды? Оттан жаратылды. От деген не? Сен бір жерге спичканы жағып жіберші, моментально жоқ қылып тастайды. Топырақ, адамдар үйді салған кезде, мысалға бетон төсейді, басқа материалдар қолданады ғой. Енді оның ең негізінде топырақ жатады. Сен бір нәрсені қайтадан осы басынан бастап строить ету өте қиын. Тұрғызу өте қиын. Үйді тұрғызу өте қиын. Бірақ сен отпен барып бір үйге бензин төкті, үстінен шақпақты атып жерсең, ол 10 минутта жоқ болып кетеді. Көрдіңіз бе? Алла тағала жан жақтан бізге өте көп мысалдар берген ғой, негізінде. Тура сол нәрсені айтып отыр да мына жерде де Рағып әл-Исфахани. Енді айтады: "Қила" дейді, "Ал-ақлу садиқун мақтуъ, вал хава адуун матбуъ". Қандай әдемі айтылған сөз. Ақыл дейді, бұл өткір дос дейді. Өткір дос. Ол саған нәпсіңе жағатын нәрсені айтпайды дейді. Ол сені қайрайды, пышақ сияқты. Нәпсі оның артынан ерілетін дұшпан дейді. Нәпсі сен оның артынан, өзінің артынан жүргізіп қояды. Кәдімгідей бір жіп байлап қояды да, сен сол жіптің артында жүресің. Өйткені ол саған беті жылтыр, іші бос нәрселерді көрсетіп, сен тез жаңағы сабырсыз натураңды білет, сонымен нәпсі сені жетелеп жүре береді дейді. وَلِذَلِكَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Сол себептен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деген дейді: "Хуффат ал-джаннату бил-макарих ва хуффат ан-нару биш-шахават". Жаннат дейді қиыншылықтармен қоршалған, ал жаһаннам шахваттармен қоршалған дейді. Яғни көп адам қазір уақытта мынандай бір не болып кетті да, тренд. Ислам жеңілдікті жақсы көреді, ислам жеңілдеткен жақсы көреді дейді да. Иә, Алла тағала ешқандай өзінің құлына ауырлықпен өзінің көтере алмайтын, ол көтере алмайтын сынақты бермейміз дейді. Алла тағала айтады, біз адамға тек ол көтере алатын сынақты береміз дейді. Яғни Алла тағала бізге қиындық беріп, тек қана жандарың қиналсын, тек қана мынандай нәрсе болсын деген сияқты емес. Біздің дініміз адамды азаптау арқылы, қинау арқылы тәрбиелейтін дін емес. Бірақ біздің дініміз сенің саналы түрде өзіңнің шешімің арқылы, өзіңнің жақсы версияңа қарай, яғни кемелдігіңе қарай, белгілі бір күш қайратыңды жұмсау арқылы жететінін көрсетеді. Бұның арасында айырмашылық бар. وَلِذَلِكَ يَحْتَاجُ الْإِنسَانُ أَنْ يُقَاتَ فِي بِدْءِ أَمْرِهِ إِلَى مَصَالِحِهِ بِضَرْبٍ مِنَ الْقَهْرِ حَتَّى قَالَ. Яғни адам дейді, сол себептен де дейді, бір жақсы іске ниет етті ма, мысалы, оның алдында өте көп кедергілер болады дейді. Бірақ сол кедергілерге төтеп бере алатын ода бір күш жігер болу керек дейді. Яғни оны қинап, оны бір мәжбүрлеп емес, өзінің ішіндегі күш жігермен адам шығады дейді. Қазіргі уақытта жаңағы айтып өткен нәрсе, ойымды толықтай салайын. Қазіргі уақытта ислам жеңілдікті жақсы көреді, ислам бүйтеді деп адамдарда сондай бір тренд байқалады. Біз өзіміздің нәпсімізге кейде жағатын нәрсені ислам жеңілдетіп жатыр деген сияқты қылып көрсете саламыз. Енді кейбіреулер болады, барлық нәрсені қинатып жібереді да.
Мысалы әсіресе менің инстаграмымда кейде бір болады, мысалы жақында ғана болған нәрсе есімдегі қалып қалған. Жаңағы айтқа байланысты рилс салған кезде суды отырып ішіңіз, отырып ішпейсіз ба деген сияқты мысалға нелер, яғни насихатты қатты өйтіп қинаудың қажеті жоқ. Пайғамбарымыздың хадисі бар, ол отырып та су ішкен, тұрып та су ішкен деген секілді. Сондай бір майда шүйде мәселелермен дінді қинап жүреміз да, содан кейін адамдар діннен безіп кетеді. Біздің дініміз ол баланс діні. Екі ортаның бір алтын балансын табу керекпіз да біз. Қатты жеңілдетіп тек қана бізге ұнайтын нәрселерді ғана таңдап алып емес, өзімізге жағатын сондай бір жеңілдікті талап жүрген мысалға ер адамдар да бар. Бүкіл әйелдер үйінде отырып тек ерлерінің разылығын алып отырса, сен жәннаттықсың деп оған миын шайқап қоятын, Одан кейін бұның әйел жағы да бар. Әйелдерді, ислам әйелдердің деңгейін көтерген деп ерлеріне дым бағынбайтын әйелдер де бар. Не болмаса, исламда мен былай да істей аламын, өзім шыға аламын, бүйте аламын, сөйте аламын деп өзінің еріне бағынбай, қайға болса соқа басын алып кете беретін адамдар да бар. Яғни айтқым келіп отырған нәрсе, біз осы нәрсеге кішкене байқауымыз керек. Барлығымыз, бұл мен сіздер өйстіп істеп жатсыздар деген емес, оның ішінде мен де бармын. Адам өзінің нәпсісінен бастап, басқалардың да осындай бір кемшіліктер байқаған кезде өзінің нәпсінен бастап басқаларды ескерту керек. Осы тұрғыда мен осы жерде де осындай бір ескерту жасап қойғаным дұрыс болатын шығар барлығымызға. Енді тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бір хадисті келтіреді. Я ажабан ли қаумин яқадуна илал джаннати бис саласил дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мына хадисінде бүйтеді, былай айтады пайғамбарымыз: Я ажабан ли қаумин яқадуна илал джаннати бис саласил. Я ажабан, ол таңғалысты білдіреді да. Ли қаумин, мына қауымға таңғаламыз. Қандай қауым? Яқадуна илал джаннати бис саласил. Олар жәннатқа тізбек-тізбегімен кетіп бара жатты дейді. Енді контексте түсініксіз, бірақ бұл қандай хадис? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам соғыстан кейін құлдыққа, күңдікке түскен ер адамдар мен әйел адамдарды көріп күлімсіреген екен да. Оларға қарап күлімсіреген екен. Сонда бір сахаба түсінбей келіп сұрайды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан: неге күлімсіреп тұрсыз? Олардың жағдайы сондай нашар емес па дейді. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады сол кезде: олар дейді өздерінің жандары үшін, арлары үшін күресті, соғысты. Яғни олар осыншалықты қиыншылықтан өтіп келді және олар жақында мұсылман болады дейді. Яғни пайғамбарымызға уахи арқылы олардың мұсылман болатыны, олардың исламға кіретіні белгілі болды алдын ала. Соны көріп ол қуанды дейді. Және бұл контекстегі нәрсесі, яғни олар сол ішіндегі күш жігерлерін жұмсай алды дейді. Әшейін бір соғыстан қашып, маған керек емес андай нәрсе деген секілді болған жоқ та. Сол себептен де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оларды айтады: бұлар тізбегімен жәннатқа кіріп келе жатыр дейді. Яғни бір қиындықтан өтті да олар. Ол құлдыққа түсті, күңдікке түсті, қиындыққа түсті, соның арқасында олар жәннатқа бара жатыр дейді. Nothing is free дейді ғой, мысалы, еш нәрсе ол жайдан жай келмейді, судың да сұрауы бар деген абай атамыз. Сол себептен де біз қазіргі мынандай бір сәл бір 100 күніне 100 хадис айтсам, 100 салауат айтсам, жәннатқа кіре саламын деген сияқты трендтерді де негізінде сынауға болады. Өйткені жәннат деген ол арзан нәрсе емес негізінде. Шын мәнінде серьезно ойлап қарасақ біз. Ол жәннатты да арзандатып жібергеніміз бізге негізі жараспайды. Енді айтады, адамда дейді қуаттарды, яғни адамның ішіндегі потенциалын түсіндірді, оны қалай қолдануымыз керек, біреуін қолданбасақ қандай нәтижелері болады. Енді нәпсі деген не дейді? Нәпсі деген назаран дейді. Яғни нәпсіге нәпси назаран, нәпсінің қарайтын екі жағы болады дейді. Біріншісі назарун иля фауқ, жоғарға қарайтын нәпсі, немесе назарун иля ат-тахт. Назарун иля фауқ дегеніміз нахвал ақыл, яғни ақылға қарайтын нәпсі болады. Біз айттық қой, шахуаттың ішінде, ол адамның жаңағыдай хайуани шахуаты бар және ақылмен шахуаты бар. Енді нәпсі, біздің нәпсіміз сол екі шахуаттың ортасында үнемі бір трениде жүреді. Қай жаққа қарай жүрсем екен?
ақыл бір нәрсені айтып жатады, мына жақтан нәпсі, жаңағыдай шахуатымыз, біздің хайуани шахуатымыз бір нәрсені айтып жатады, адамның нәпсі қайға қарайды. Жоғарыда ақыл тұрады дейді, иә. Ва минху тастамиддул маариф. Маариф дегеніміз, яғни маарифа деген нәрсе бар ғой. Біз ең алғашқы эпизодта айттық бұл сөз туралы. Яғни арафа деген білу, маариф деген саған Алладан келген мынандай білім, пайдалы білім. Осы пайдалы білім шын мәнінде ақыретіміз үшін де, Алланы тану үшін де келіп жатқан пайдалы білім, егер сенің нәпсің ақылыңа қарайтын болса жоғары жаққа, сол кезде ғана келеді дейді. Ва тумаййизу байнал махасин вал қабаих. Сен сол кезде не нәрсенің жақсы, не нәрсенің жаман, не нәрсенің қара, не нәрсенің ақ екенін біле бастайсың дейді. Фатарифу кайфа татахарра ал-махасин ва татажаннаб ал-қабаих. Сол кезде ғана сен нәпсіңді ақылыңа қаратқан кезде ғана сен не нәрсенің дұрыс, не нәрсенің бұрыс екенін біле бастайсың дейді. Ва назарун иля тахт нахвал хава. Және жаңағы айтқандай төменге қарайтын нәпсінің бір тағда жолы болады. Ол нахвал хава, адамның хауасына, яғни хайуани шахуатына қарай кететін нәрсесі. Ва бихи тансал хақаиқ ва та'лафул хассисат. Ол шахуатқа қарайтын болсақ, хайуани шахуатымызға, адам ақиқаттарды ұмытады. Яғни Алла тағаладан адамның фытратымен, адамның табиғатына берілген ақиқаттар ұмытылады. Ва та'лафул хассисат. Яғни хассисат дегеніміз бұл жерде әдепке жатпайтын төмен нәрселер. Сені деңгейіңді, адамдық деңгейіңді төмендететін нәрселерге хассисат дейді. Яғни хассиса. Қазурат дегеніміз сені кірлететін, саған жүрегіңе кір нәрсені ішіне салып беріп жүретін нәрселерге айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның таңғы және кешкі дұғаларын оқысаңыздар, сол жақта айтады, я Раббым, сен қалай ақ көйлектен қара дақты шығарған болсаң, тура солай менің жүрегімдегі қара дақтарды да шығар дейді. Сонда бір дұға бар, өте әдемі. Яғни қазура дегеніміз сол қара дақтарды айтады. Қазура, кірлететін нәрсеге айтады. Ва нафс мата канат шарифатан адамат ан-назару иля фауқ кама закарна. Нәпсі дейді, шарифа дегеніміз, яғни шарифа деген бізде де негізінде қазақта да апалар болады еді, баяғыда апалардың аттары көп шарифа деген, шариф дегеніміз, яғни сондай бір құнды, сондай бір қадірлі. Нәпсің қашан сенің қадірлі бола бастайды? Яғни нәпс дегеніміз, байқасаңыздар, негізі ислам философиясында, теологияда нәпс деген сөз бұл тек жамандықты әмір ететін, жамандыққа шақыратын нәрсеге нәпсі демейміз біз. Нәпс дегеніміз бізді біз қылып тұрған нәрсе. Яғни бұл нейтральный да, екі жақта тұрады. Сен ақылға қарай кеткен кезде ол қадірлі, шариф бола бастайды, ал сен шахуатқа, төменгі жаққа келе бастаған кезде ол нәфсул аммара биссу болады. Яғни жамандыққа әмір ететін нәпсі болады. Вәлә танзур иля ма дунаха илля инда дарура. Нәпсі дейді, яғни шариғат рұқсат еткен нәрселерде, кейбір нәрселерде, бір дарура, яғни бір мұқтаждық болған кезде төменге қарай алады дейді. Бұл не деген нәрсе? Яғни мысалы біз білеміз, мысалға ерлі зайыптының жақындасуы негізі сенің жаңа хайуани шахуатың ғой. Өзі айтып берді ғой, шахуаттардың ішіне сол кіреді дейді. Мысалға ер адам мен әйел адамның жақындасуы хайуани шахуат. Бірақ одан адам төмендеп кете ала ма? Тура бағанадан бері айтып келе жатырмыз, сол нәрселерді как будто төмендетіп жүретін сияқты, Бірақ айтады, мұқтаждық болған кезде адамның нәпсісі төменге қарай, сол шахуаттарға қарай алады. Мысалы, сенің ғибадаттарыңды жасап, рухани өсуің үшін күнделікті денең бойыңдағы витаминдерің түгел болу керек. Ол да бір мұқтаждық. Сен су ішуің керек, ол да бір мұқтаждық. Әйтпесе адам баласы 7-24 ораза ұстап жүрмейді, мысалы, рухани мықты болып жүру үшін, Бірақ біз физикалық жағымызда бар ғой, оны да ұмытпауымыз керек. Соны айтады. Яғни мұқтаждық болған кезде адам баласы төменгі шахуаттарын жасай алады. Бірақ тек қана дарура, яғни тек мұқтаждық болған кезде. Бұл дегеніміз жаңағыдай тек бала жасайтын кезде ғана жақындасу деген мағынаға емес, бұны асыра сілтеп анандай деңгейге апарып тастамау керек та. Мысалға нимфомания деген нәрсе бар ғой,
ол қатты ауырып қалады, психологически сонымен ауру болып қалады. Бұл шахуаттар адамды, егер оны дұрыс контролировать етпесек, ол адамды контрольден шығарып жібереді да, психологиялық ауруларға, ауытқуларға алып келеді. Соны айтады. Яғни сен өзіңнің лимитіңді білуің керек, шегіңді білуің керек дейді, иә. Енді Алла тағала айтады: «Афарайта ман иттахаза илахаху хаваху ва адаллаху Аллаху аля илм». Сен оларды көрмедің бе? Афарайта, я Мұхаммад дейді, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға айтып отыр, сен оларды көрмедің бе? Олар иттахаза илахаху, яғни олар өзінің тәңірі ретінде кімді, нені таңдады? Хаваху, өздерінің нәпсісін таңдады дейді. Ва адаллаху Аллаху аля илм. Және Алла тағала оларды біле тұра, олардың істеп жатқан әрекеттерін, мынау менің әрекетім дұрыс емес деп біле тұра ол нәпсінің жетегінде кетті ма, Алла тағала оларды адастырады дейді. Яғни нәпсінің жетегінде кеткен адам, бір рет байлыққа, жеңіл-желпі жүріске үйреніп қалған адам өзінің сол нәпсінің артында кете беретін болса, Алла тағала оған шын ақиқаттардың есігін жабады дейді. Біз қазіргі уақытта өкінішке орай не үшін Алламен қарым-қатынасымыз дұрыс емес? Әркім өзінен осы сұрақ сұрасыншы, не үшін Алламен қарым-қатынасымыз дұрыс емес? Мен қай жерде қандай қателік жіберіп қойдым? Қай жерде мен нәпсімнің жетегінде кетіп бара жатырмын? Қай жерде мен оған көбірек рұқсат беріп қойдым? Қай жерде мен шегімді білмей қалдым деп? Сонда ғана адам кішкене өзі ойланып, сол нәрселерді контрольға ала бастайды да. Егер өйтпейтін болсақ, біз мына аятта айтылып тұрған адамдар біз болып қаламыз. Өйткені нәпсіні тәңір ретінде алу деген, ол деген жаңағыдай, сен нәпсіңді қойып алып, мен соған құдай болып табынам емес. Жоқ, сен 5 уақыт намазыңды оқып, оразаңды ұстап жүре бересің, бірақ нәпсіңнің жетегінде жүре беретін адам боласың да. Бұл еще страшнее. Өйткені сен өз-өзіңді алдап жүресің да, иллюзияда жүресің. Алла тағала ғибадат етіп жүрмін ғой, мен күшті мұсылманмын ғой, мен намаз оқып жатырмын ғой 5 уақыт, ораза ұстаймын 30 күн. Бірақ оразада нәпсіңді тия алмасаң, айтылған нәрселерден, намаз оқысаң да айналаңа ешқандай пайдаң болмаса, өзіңнің тек сен нәпсіңе не жағады соны ғана жасап жүре берсең, иә, мысалы, біз егер сондай болсақ, онда біздің халіміз 2 есе жаман. Өйткені Құдайға ғибадат етпейтіндер, мен Құдайға ғибадат етпеймін дейді. Өзінің нәпсісіне табынып жүргендерін олар біледі. Ал бірақ біз сондай бір иллюзияға түсіп кетуіміз мүмкін. Аллаға табынып жүрміз деп, негізі өзіміздің нәпсімізге табынып жүруіміз мүмкін да. Осы нәрсені барлығымыз тереңірек ойлануымыз қажет. Және осы убудия дегеніміз, яғни нәпсісіне ғибадат етуден мені және ұрпағымды сақта деген Ибраим алейхиссаламның дұғасы бар. Ол айтады Құранда: Бисмиллахир-рахманир-рахим, «Ваджнубни ва бания ан на'будал аснам». Я Аллахым, ваджнубни, мені алыстат. Ва бания, яғни менің ұрпағымды алыстат. Неден? Ан на'будал аснам, біздің пұттарға табынуымыздан. Енді ең қызығы, Рағиб әл-Исфахани бұл жердегі пұт деп отырған нәрсе адамның нәпсінің өзі дейді. Өйткені ең үлкен пұт адамның нәпсісі деген сөз бар. Осымен біз осы эпизодты аяқтаймыз. Соңына да келіп қалыппыз. Қараңыздаршы, мен қазір қанша бет оқыдым? Мына жерде 4 бет қана оқыдым, басынан аяқ. Бірақ бір эпизодтың ішінде жай ғана адамның ішінде өзі қандай потенциалы бар, адамды кемелдікке не жеткізеді деген 2-ақ нәрсені түсіндірді негізі. Адамның ішінде потенциалдары қандай, және ол потенциалын өзінің нәпсісі арқылы қалай қолданады. Потенциалдың 2 түрі бар деді, және нәпсінің 2 түрі бар деді. Осы жай ғана осындай схемамен бізге Рағиб әл-Исфахани негізінде өте тереңде жатқан нәрселерді бетіп судың бетіне қалқытып шығарып берді. Осымен осындай құндылықтарды судың бетіне иншалла шығара алдық-ау деген үмітпенен бүгінгі эпизодты мен бітіремін. Сіздерге ұнады деген үміттемін. Егер ұнаса, ұнамаса да, біз қазір дамуға сіздердің қолдауларыңыз бізге өте қажет. Сол себептен де лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, өздеріңізге ұнаған жерлерін қиып алып, бірақ өте ақылды қиыңыздар, контексттен ауытқымай.
өздеріңіздің стористарыңызға салсаңыздар болады. Ол сіздер үшін ешқандай қиындығы жоқ деп ойлаймын, үміт етемін, иншалла. Ал біз үшін бұл өте приятно және біздің ары қарай дамуымызға үлкен үлесін қосқан боласыздар. Келесі эпизодта кездескенше, келесі аптада жаңа эпизод шығады. Күтіңіздер, иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.